Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Асан Қайғының жерге айтқан сыны аңызы, дала данышпаны. Сабақ мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Бағалау критерийі аңыз мазмұнымен танысасыздар, тақырыбы мен идеясын анықтайсыздар. Алдыменен балалар, Бекнұр деген оқушы баламен мұғалімінің диалогын тыңдаймыз. Бекнұр: апай, айтыңызшы, аңыз деген не? Бекнұр: аңыз халық ауыз әдебиетінің жанры. Оқиғасы шындық өмірден алынады. Аңыз әңгімелер тарихта болған белгілі бір адамдардың атымен, іс-әрекетімен байланысты туады. Аңыз кейіпкерлері қандай адамдар болады? Асан Қайғы, Жиренше шешен, Алдар Көсе, Қожа Насыр, Қорқыт Ата сияқты адамдардың есіміне байланысты туған аңыздар көп. Олардың оқиғасы күнделікті өмірде кездесетін қарапайым сюжетке құрылады. Оларда ертегілердей әсіре қиялдау кездеспейді екен ғой. Дұрыс айтасың, Бекнұр. Аңыздарда елдің, рудың шыққан тегі немесе нақтылы бір жерде өткен оқиғалар айтылады. Аңыз әңгімелердің тарихи аңыздар, топонимикалық аңыздар, батырлар туралы аңыздар, ғашықтар туралы аңыздар деген түрлері бар. Рахмет, апай. Аңыз әңгіме айтып беріңізші. Тыңдағым келіп тұр. Өте жақсы. Біздің оқулығымызда Асан Қайғының жерге айтқан сыны атты аңыз әңгімесі бар. Кел ендеше, сол аңыздың бейне жазбасын бірге көрейік. Әңгімеде саған түсініксіз сөздер болуы мүмкін. Сондықтан сөздікпен жұмыс жүргіземіз. Ал балалар, сөздікпен жұмысты мұқият тыңдаймыз. Бүгінгі біздің сөздігімізде желмая деген сөз бар. Ол шөлге төзімді, күшті де жүйрік түйе. Жерұйық, мифтік ұғым, жұмақ жер деген мағынаны береді. Шөбі суы мол, табиғаты әсем, адамға да, малға да жайлы қоныс. Ат төбеліндей, аз ғана, шағын деген мағынаны береді. Шідер, аттың аяғына салынатын тұсау. Жихан, дүние жүзі, әлем. Жапан түз, айдала, адам аяғы баспаған жер. Шүйгін, оты суы мол, құнарлы жер. Ал ендеше балалар, біз Асан Қайғының жерге айтқан сыны атты бейне жазбасын бірге тамашалайық. Ауыз әдебиетінің ерте кезде тараған және әртүрлі айтылып келген әңгімелерінің бір тобы Асан Қайғымен байланысты. Асан Қайғы туралы аңыз әңгімелер тақырып жағынан да, мазмұны жағынан да әр алуан. Соның бірі мал өсіруді кәсіп еткен еліне шұрайлы жер, жайлы қоныс іздеуіне байланысты туған Асан Қайғының жерұйықты іздеуі аңызы. Желмаясына мініп алып, Асан ата көп жерді шарлап, аралап шығады. Қай жердің қандай қасиеті барлығын, қай түлікке қай жер қолайлы екенін айтып, бағалап отырады. Мысалы, Торғай өзенін көргенде, ақ шабағы май татыған, ағар суы бал татыған жер екен. Қызылтауды көргенде, тау тасы кеш болғанда аңыранып жатады екен. Тоқтысы да қысыр қалмайтын қойдың жер екен. Шідертіні көргенде, мана шіркіннің топырағы асыл екен. 6 ай арықтатып мінген ат бір айда майға бітетін жер екен. Бос жылқы шідерлеп қойғандай, тоқтайтын жылқының жер екен деп бағалаған екен. Асан ата қанша жерді шарласа да, 4 түлік жайылымына қолайлы қаншама жерді көргенмен еш қайсына қанағаттанбайды. Асан ата қиялымен суы сүт, жағасы балғаймақ өзені бар. Көкорай шалғында
Шаруаға жай, жанға рахат, қадірлі қоныс жер ұйықты іздейді. Қиялындағы жерге жете алмайтынына өкініп қайғырады. Осыдан кейін оның Асан атына қайғы сөзі қосылып, Асан қайғы атанады. Асан ата қайғысы жақсы үміт, келешектен күткен арман. Сондықтан да халық ел қамқоры болған Асан атаны ардақтап, қадір тұта, асыл мұратын атадан балаға жеткізіп, атын өшірмей сақтап келеді. Балалар, егер бейне жазбаны тамашалап болған болсаңыздар, негізгі бөлімге өтеміз. Яғни практикалық тапсырмалар орындаймыз. Сұрақ ілмегі әдісі бойынша мен сіздерге тақырыпқа байланысты бірнеше сұрақтар қоямын. Аңыз деген не? Оның қандай түрлері бар? Асан қайғы кім? Асан атына қайғы сөзі неліктен қосылған? Асан қайғының мақсаты не? Асан қайғы неге еліне шұрайлы қонсыз деген? Тапсырманы орындау дескрипторы тыңдаған, көрген, аудио бейне жазбалар арқылы және оқулыққа сүйене отырып сұрақтарға жауап бере аласыздар. Ал іске сәт балалар, сұрақтарға ойланып дұрыс жауап берейік. Рахмет балалар, сіздер сұрақтарға жақсы жауап берді деп ойлаймын. Дегенмен сұрақтардың дұрыс жауабын тыңдап көрейікші. Аңыз деген не? Жауабы: оқиғасы шындық өмірден алынып, тарихта болған белгілі бір адамдардың атымен, іс-әрекетімен байланысты туған ауыз әдебиетінің жанры. Оның қандай түрлері бар? Жауабы: тарихи аңыздар, топонимикалық аңыздар, батырлар туралы аңыздар, ғашықтар туралы аңыздар деген түрлері бар. Асан қайғы кім? Жауабы: қазақ халқының қамын, болашағын ойлаған жырау философ. Асан атына қайғы сөзі неліктен қосылған? Жауабы: ел қамын жеп, қайғы қасірет кешкендігіне байланысты атына қайғы сөзі қосылған. Асан қайғының мақсаты не? Жауабы: сулы нулы, шөбі шүйгін, адам ұзақ өмір сүретін, малға жайлы, құтты қоныс табу. Асан қайғы неге еліне шұрайлы қонсыз деген? Жауабы: шұрайлы жерде елдің малы көбейіп, бай болады, өздері дені сау болып, ұзақ өмір сүреді, бақытты болады. Балалар, сіздердің жауаптарыңыз осы дұрыс жауаптармен сәйкес келді деп ойлаймын. Ал ендеше келесі тапсырмамызға көшейік. Концептуалды карта. Біздің картамыз 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Асан қайғы аралаған жерлер атауы. Екінші бөлімде Асан қайғының бағасы. Үшінші бөлімде менің түсінігім. Тапсырманы орындау дескрипторы Асан қайғы аралаған жерлердің аты мен берген бағасын оқулыққа сүйеніп, кемінде 3-еуін жаза аласыздар. Асан қайғының берген бағасын сіз өзіңізше қалай түсінесіз? Соны жазасыздар. Яғни менің түсінігім деген 3-ші бөлімге сіз Асан қайғының жерге берген бағасын қалай түсінгендігіңізді жазасыздар. Іске сәт. Ал жазып көріңіздер. Рахмет балалар. Сіздер тапсырманы өте жақсы орындады деп ойлаймын. Ендеше келесі тапсырмаға көшеміз. Ой сандық әдісіменен мен сіздерге тағы да тапсырма беремін. Ой сандықтан тірек сөздерді қолдана отырып, шығарманың тақырыбы мен идеясын табасыздар. Берілген тірек сөздер: халық болашағы, бақытты ел, туған жер, қадір-қасиет, тану, бағалау, жүрек. Кесте орындаймыз. Кестенің бірінші бөлімі әңгіменің тақырыбы, яғни шығармаға негіз, арқау болған оқиға түйіні не? Кестенің екінші бөлімі әңгіме идеясы деген. Яғни халықтың айтайын деген негізгі ойы қандай? Міне,
кестеге осы берілген тапсырмалардың жауабын жазасыздар. Тапсырма дескрипторы тірек сөздерді пайдалана отырып әңгіме тақырыбын, яғни әңгімеге арқау болған оқиға түйінін таба аласыздар. Екінші, тірек сөздер негізінде әңгіме идеясын, яғни халықтың айтайын деген негізгі ойын мақал мәтел арқылы тұжырымдайсыздар. Рахмет, бәрекелді балалар. Сіздер тапсырманы мұқият, өте жақсы деңгейде орындады деп ойлаймын. Ендеше дұрыс жауаппенен таныс болайық. Әңгіменің тақырыбы ел халқының болашағы мен бақыт үшін жүйрікті іздеу, халық үшін қызмет қылу. Әңгіме идеясы әр адам өз туған жерінің қадір қасиетін, бағасын білу керек. Әркімнің өз туған жері жүйрік. Балалар, сіздер берген жауапта дәл осындай жауап болмағанмен, осыған сәйкес жауаптар болған болуы мүмкін. Бәрекелді, тамаша. Ал балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Енді мен сіздерге үй жұмысын бергім келіп отыр. Асан Қайғының өмірбаянын, аңыз мәтінін оқулықтан толық оқып аласыздар. Асан Қайғы сын айтқан жерлерді Қазақстан картасынан табасыздар. Аңыз ережесін дәптерге жазып, жаттап аласыздар. Осыменен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.